Жылу энергиясы үшін шығындарды азайтуға бола ма? Жылумен жабдықтау шығындарды азайту үшін үйге ортақ жылуды есептеу құралын орнату қажет. Аспапты орнатудың мүмкіншіліктері. Тұтынушы жазғы кезең үшін төлемейді. Мамырдан қазанға дейін есептеу аспаптарын нақты көрсеткіштер бойынша тұтыну. Бұл дегеніңіз 20% үнемдеу. Есептеу аспаптары бар тұтынушылар үшін тариф есептеу аспаптары орнатылмаған үйлерге қарағанда 1,5-2 есе аз болады. Мысалы, Өскемен қаласында ауданы 50 шаршы метр болатын 2 бөлмелі пәтер үшін үйге ортақ есептеу құралын орнату кезінде жылдық төлем 29.514 теңгені, ал есептеу құралы болмаған жағдайда 48.402 теңгені құрайды. Осылайша жылдық үнемдеу шамамен 19.000 теңгені құрайды. Бұдан басқа тұтынушы жылумен жабдықтаушы ұйымның келісімі бойынша жылыту маусымының басталу және аяқталу уақытын өзі шеше алады. Есептеу құралын орнатқан үшін кім төлем жасауы тиіс? Табиғи монополиялар субъектілерінің қызметті жүзеге асыру қағидаларына сәйкес, жылумен жабдықтаушы ұйым тұтынушымен жасалған шартқа сәйкес есепке алу аспабын сатып алады және орнатады. Реттеліп көрсетілетін қызметтер үшін ақы төлеуге тұтынушыға ұсынылатын төлем құжатында жеке жолда үйге ортақ жылу есеппен аспабын сатып алу және орнату үшін төлем ақы мөлшері көрсетіледі. Орнатумен қоса есептеу құралы қанша тұрады? Аспаптың құны қосылатын үйдің көлеміне байланысты өзгереді. Соған байланысты қосу торабы бойынша аспаптың диаметрі таңдалады. Мысалы, ауданы 3500 шаршы метр квадрат болатын 5 қабатты тұрғын үйге диаметрі 32 мм ортақ есептеу құралын орнату құны 1,4 миллион теңге болса, 2 бөлмелі пәтер үшін есептеу құралы орнату 20 мың теңгені құрайды. Оны 12 айға дейін бөліп төлеуге болады. Осылайша аспапты орнатуға жұмсалған шығын 1 жылда өтеледі. Кейіннен жылуды үнемдеу 19 мың теңгені құрайды. Есептеу құралын орнату үшін не істеу керек? Жиналыста тиісті хаттаманы рәсімдей отырып, пәтер иелерінің жалпы санынан тұрғындардың 2-ден 3 келісімін алу. Елді мекеннің жылумен жабдықтаушы кәсіпорнымен есептеу құралын бөліп төлеу арқылы орнатуға шарт жасасу. Не есептеу құралы үшін толық ақы төлеу арқылы басқа мамандандырылған ұйымды жалдау.